Қайырлы кеш, балақай. Қалың қалай? Мен сені қатты сағындым. Ал сен менің ертегімді сағындың ба? Күтіп жүрсің бе? Жарайсың. Ал қазір мен саған бір керемет жер туралы айтамын. Ол жай жер емес. Ахмет сапар шеккен ойыншықтар мекені жайлы айтамын. Берірек жақындаңдар, қане, мен ертегімді бастаймын. Өте қызық ертегі болайын деп тұр. Ахметтің сапар шеккен мұражайы Стамбул қаласында орналасқан. Онда сені сырттан ұзын жирафтар мен мұндалап шақырып тұрады. Бойының ұзындығы қандай деп ойлайсың? Оның ұзындығы 3 қабатты үймен бірдей екен. Өте ұзын, иә? Ал мұнда күндіз ойыншықтар тыныш қозғалмай тұрса, нағыз сиқыр түнде басталады екен. Түнде барлық ойыншықтарға жан бітіп, олар бәрі-бірге әдемі оқиғалар құрайды екен. Бір күні Ахмет мұражай терезесінен жарықты байқап қалады да, жақындап барса, барлық ойыншықтарға жан бітіп, олар бірі ән шырқап, бірі ұшақпен ұшып, енді бірі өнерін көрсетіп жатыр екен. Терезеден қарап тұрған Ахметті олар да байқап, ішке шақырады. Ахмет ішке кіргенде нағыз ертегілер әлеміне тап болады. Оны есік алдынан мұражайдың күзетшісі Шилкунчик күтіп алып ішке кіргізеді. Бұл мұражайда әр түрлі ойыншықтар өзінің жұмыстарымен айналысып жатады. Тіпті Гарри Поттер да аңдарды қасына жинап алып, оларға өзінің сиқырын үйретіп жатыр екен. Қандай керемет, иә? Ал тағы бір бөлмеге кіргенде, шеберханада бір ата отырды. Ол ата жай ұста емес. Осы мұражайдағы ойыншықтарға түнде жан бітіретін сиқыршы ата екен. Осы атаның сиқырымен барлық ойыншықтар түнде тіріліп, сауық құрады да, ал таң атқанда қайтадан орындарына барып, тыныш тұра қалады екен. Ары қарай Ахмет үндістерге барады. Олар барабандатып, сырнайлатып, көңілін көтеріп тастайды. Содан соң Ахмет қонжықтарға барып, олармен әңгімелесіп, сырлармен бөлісіп, жұмсақ ойыншықтарды құшақтап, шәй ішіп, әңгімелеседі. Атақты Чарли Чаплин де осында. Ахмет оның киноларын тамашалап, ары қарай сапарын жалғастырады. Ары қарай ол вокзалға барып, жолға шыққан жолаушыларға ақ жол тіледі. Өзі де пойыздың ішінде отырып, келесі станцияға дейін сапар шекті. Келесі станциядан ол Мэри Поппинсті кезіктірді. Ол қолшатырмен тура вокзалға келіп қонды. Әңгімелесіп, қоштасып, әрі қарай жүрсе, сұлтан мен оның ханымы отыр екен. Киімдері қандай әдемі. Сұлтан Ахметпен ел басқару туралы сырымен бөлісті. Америкадан келген Микки Маус та осында екен. Ол Ахметке әдемі биін билеп береді. Және Ахметке би үйретіп, ол енді би үйірмесіне қатысып жүр. Ары қарай жүріп, ол су асты патшалығына тап болады. Мұнда да әдемі балықтармен кездесіп, және бұл балықтар саған да сәлем жолдапты. Және сені де осы мұражайда күтетінін айтыпты. Су асты әлемі өте әдемі, иә? Ахмет мұражай ішінде қыдырып жүргенде таңда атып қалады. Ойыншықтар болса, Ахметпен қоштасып,
әрқайсысы өз орындарына жайғаса бастайды. Балақай, Ахметтің қызықты сапары саған ұнады ма? Ал мұражайдағы ойыншықтар ше? Жақсы, ұнағанына қуаныштымын. Менің ертегілерімді үзбей қарап жүр, жарай ма? Және де достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Жақсы, мен сенімен қоштасамын. Келесі кездескенше.